Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен еркектік қуатты артыратын қандай ем бар екені туралы айтатын боламыз. Өзіңізге керекті кеңесті алу үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Арнамнан алыстамау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Белсіздікке бей-жай қарамаңыз. Одан айығу үшін қарапайым ғана халық еміне жүгінгеніңіз жөн. Көпшілігіміз белсіздік егде жастағы кісілерде кездеседі деп қате ойлаймыз. Бүгінде жас жігіттер де жасарып бара жатқан белсіздік ауруына шалдығуда. Еркектік қуаттың әлсіреуіне көп жағдайда күйзеліске түсу, стресс алу, шамадан тыс алкогольді ішімдік ішу, жамбасқа ота жасау, қан қысымының жоғарылауы, диабетке шалдығу, темекі шегу және дәріні көп қабылдау себеп болып жатыр. Белсіздікке бей-жай қарамағаныңыз, одан айығу үшін қарапайым ғана халық еміне жүгінгеніңіз дұрыс. Мысалға, жалбыз, шайқурай, беде және қалақай шөптерінің әрқайсының пайдасы бар. Осылардан 2 ас қасықтан алып термосқа саласыз. Үстіне 1 литр қайнаған су құйып тұндырып қоясыз. Шамамен 30-40 минуттан соң дайын болатын тұнбаны сүзіп алып, 1 стақаннан ішіп жүріңіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Кинза, аскөк, ақжелкен сынды көктер де еркектің қуатын нығайтады, белсіздіктен айырылтады. Ол үшін күнделікті жейтін тамағыңызға осы көктерді қосыңыз, немесе тамақтанудан жарты сағат бұрын көктерді қайнатпасын ішіп отырыңыз. Оны дайындау үшін 1 ас қасық ұнтақталған көктерді 1 стақан қайнақ суға араластырып дайындайсыз. Жарты стақан бал, ұнтақталған грек жаңғағын араластырып 1 ас қасықтан жейсіз. Артынан 1 стақан жылы сүт ішіңіз. Емді тамақтанған соң қабылдайсыз. Емді күніне 3 рет жүйелі түрде жасаған дұрыс. 2 аптада оң нәтижеге қол жеткізе аласыз. 10 грамм балшатырды 1 стақан қайнақ суға араластырып, күніне 3 рет 2 ас қасықтан қабылдайсыз. 2 ас қасық ұнтақталған итмұрын шөбін термосқа саласыз. Үстіне 1 стақан қайнаған су құйып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 4 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, жарты стақаннан тамақтан соң ішіп отырыңыз. Белсіздікпен шырт ұйқымен монша жақсы күреседі. Жаз мезгілінде күнге күйудің өзі ем болмақ. Түскі асқа қызылша, шалғам, сәбіз, ақжелкен, кинза және балдыркөк қосылған салат жеуді әдетке айналдырғаныңыз дұрыс. Түнде ұйқыға жатар алдында тұз қосылған ванна қабылдауда жақсы нәтижеге жеткізеді. Тұзды ванна қуатты қалпына келтіріп, бойыңыздағы суықты шығарады. Қарама қарсы ваннада белсіздіктен арылтады. Ол үшін 2 бірдей ыдысқа бірдей көлемде, біреуіне ыстық, екіншісіне салқын су құясыз. Екеуіне кезек-кезек 1,5 минуттан отыру керек. Осылайша 10 рет 5 күн қайталайсыз. Ауруыңыздан айығатыныңызға сеніңіз. Еркектік қуатты арттыратын тағамдардың да пайдасы бар екенін білесіз бе? Көкөністер арасында диетологтар асқабақты ерекше атап өтті. Оның құрамында минералдар, дәрумендер, май қышқылдары көп. Мұның бәрі еркектік жыныстық қуат үшін өте маңызды заттар. Бұл көкөністің құрамындағы йод пен А дәрумені ер азаматтың либидосын оятып, әйел затына деген ынтықтығын арттырады. Ал С және Б дәрумендері потенцияға жақсы әсер етеді. Олар сперматозоидтардың белсенділігін күшейтеді.
Асқабақ өркеніндегі мырыш пен жез ерлердің жыныс гормоны тестостерон үшін өте қажет. Сонымен бірге асқабақ құрамындағы темір қан айналымына жақсы әсер етеді. Бұл өз кезегінде жыныс мүшелерінің қызметіне оң ықпалын тигізеді. Асқабақ дәнінде пайдалы қасиетін ұмытпаған жөн. Құрамындағы мол май қышқылы шәуетті көп бөлінуіне көмектеседі екен. Мамандар кеңесі бойынша күнделікті 350 граммдай асқабақты 2 ай бойы жеп отыру қажет. Сонымен қатар, ер адамның жыныстық қуатын арттыруға саңырауқұлақ та жақсы әсер етеді. Оның құрамындағы мырыш пен дәрумендер ер азаматтың денсаулығы үшін аса маңызды. Тағы бір теңдесі жоқ ас зәйтүн жемісі. Күнзе, яғни кинза, жыныстық қатынасқа құштарлықты арттырады. Сондай-ақ қалақайда ер қайратын нығайтуға септігін тигізеді. Оның қайнатпа немесе тұнба ретінде жиі пайдаланған жөн. Айтылған ақпараттар пайдаларыңызға асты деген үміттемін. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, өз пікірлеріңізді қалдырып, қоңыраушаны басып тіркеле кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы.